21 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, өзіңізді артық шаруалармен шаршатпай, таңның басынан болмашы нәрселерге бола қызбалыққа салынбауға кеңес береміз. Көңіл күйіңіздің жиі құбылуына болып жатқан жағдайлармен қатар, эмоционалдық жағдайыңызда тікелей әсер етеді. Дегенмен де, мәселелердің уақытша екенін түсінсеңіз, шиеленістердің барлығы сол мезетте-ақ шешіліп, өзіңізді еркін сезінесіз. Жалпы, бүгінгі күні өзіңіз, яғни жалғыз әрекет етер болсаңыз, қол жеткізер нәтижелер міндетті түрде көңіліңізден шығады. Торпақ. Жаңа дүниелерді қолға алуға өте қолайлы күн. Жаңа ойлар, жаңа идеялар пайда болғанымен, оларды жүзеге асыруға сіздің қазіргі таңда құлшынысыңыз жоқ. Бұған себеп сізді қолдаушы адамдардың болмауы. Дегенмен де, жаныңызда сізді қолдауға әзір жандар баршылық. Жақындарыңыздың да көп көмек етеді. Көптеген торпақтардың қаржылық проблемалары оң шешімін табады. Кешкі уақытта жеке өміріңіздегі шиеленістерді жақын адамдармен бірге отырып талқылап, олардың қолдауынан күш-қуат алып, өзіңізде біраз сенімдірек бола түсесіз. Егіздер, жаңа нәрселерден қорықпастан, ойыңыздағы тәжірибені ойдағыдай жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Жағдайлардың ыңғайлы өрбуі сізге көп мүмкіндіктерге жол ашады. Жаныңыздағы адамдарға сенім артып, олармен бір толқында болған жөн. Сонда бұл күннің өнімді өтеріне кепіл бар. Ал қызбалыққа салынып, өз-өзіңізден тым артық нәрселерді күтетін болсаңыз, керісінше көңіліңіз толмай, жағымсыз энергияны бойыңызға жиып аласыз. Шаян, серіктестерді және ойы сізбен бір жерден шығатын адамдарды іздестіру үшін қолайлы күн. Оларды кезіктіргеннен кейін жүзеге асырғыңыз келетін жаңа дүниелеріңізбен бөлісіп, олардың тарапынан қолдау таба аласыз. Бүгінгі күні өте күрделі әрі жауапты кездесулер ойыңыздағыдай өтеді. Өзгелермен сөзге келіп қаламын немесе сөз таластар орын алады деп қорықпаңыз. Бар болғаны өз-өзіңізбен бола біліп, өз позицияңыздан нықтыра білсеңіз жеткілікті. Сонымен қатар, қолыңызға ақша түсуде ықтимал. Бұл ақшаны пайдалы дүниелерге, жақындарыңызды қуантып, оларға кішігірім сыйлық жасауға жұмсауға болады. Арыстан. Бір шаруаның үстіне бір шаруа қосылып, сіз біраз мазасы күй кешесіз. Көптеген арыстандарға мұндай екпінде жұмыс жасау ұнай бермейтіндіктен, біраз қобалжуға түсулері де ықтимал. Дегенмен де, мұндай шаруаларды жалғыз жасауға мүмкіндік жоқ екенін түсініп, тапқырлық танытуға кеңес береміз. Тапқырлығыңыздың арқасында сіз қажетті адамдарды дер кезінде таба біліп, қажетті шешімдерді қабылдайсыз. Күннің екінші жартысында көңіл күйіңіз біраз жақсара түседі. Бойыңызда сергектік, сенімділік пен қанағат сезімі пайда болады. Бекеш, аса сақ және мұқият бекештер бүгінгі күніде тәуекел етуден қашқақтап, кейбір оң мүмкіндіктерден айырылып қалулары да мүмкін. Сізге сәл сенімділік пен тез шешім қабылдау сынды қасиеттер қажет. Осы аталған қасиеттерді бойыңызға сіңіре алсаңыз, жаңа мүмкіндіктермен қатар жаңа ұсыныстарға да ие болуыңыз ғажап емес. Кешке қарай мазасыздық пайда болуы мүмкін, алайда ешқандай жағдай сізді мұңайтпауы тиіс екенін ұмытпаңыз. Тарасы. Бүгінгі күні сіз жігерлесіз. Неге қол жеткізгіңіз келетінін жақсы түсініп, сол жолда барынша еңбектеніп, дегеніңізге қол жеткізуге барыңызды саласыз. Мұны жаныңыздағы адамдарды байқап, сізге қолдау көрсетіп, тіпті ерекше ұсыныстар білдіреді. Кейбір таразылар өздеріне ұқсамайтын адамдарды жолықтырып, өздері үшін жаңа нәрселерді ашады. Ең бастысы, өзіңізді шектеп, қолымнан келмейді деген нәрселерді ойыңыздан алып тастаңыз. Саршаян. Қиындықтарға қатысты маңызды мәселелер мен сұрақтарды талқылап, соңғы нүктесін қою үшін қолайлы күн. Сөйлесуші адамдар сізді мұқият тыңдайды әрі ойыңызды дұрыс түсінеді. Сіз ойыңызды дұрыс жеткізе біліп, нақты деректерді келтіресіз. Сондай-ақ, кейбір саршаяндар көптен көріспеген адамдарды жолықтырып, сағыныштарын басады. Егер алаңдатып жүрген сұрақтарыңыз болса, олардың жауабын табуға бүгінгі күн толық мүмкіндік береді. Мерген, бүгінгі күні ойыңызды жинақтау қиынға түсуі мүмкін. Себебі, көп шаруаны бір сәтте атқарып, бір сәтте нәтижесін көргіңіз келеді. Алайда, ең бастысы, ең маңызды және ең шұғыл шаруаларды алдыңға орынға қою керектігін ұмытпаңыз. Сондықтан да өзіңіз сенім артатын адамдардың ақылына жүгініп, кеңестерін тыңдаған абзал. Егер аяқ асты бір жерлерге барып қалар болсаңыз, ерекше кездесулер мен күтпеген жағымды жағдайларға дайын болыңыз.
Тауешкі ерекше идеялар мен қызықты жағдайларға толы күн. Тауешкілер үйреншікті нәрселерге басқаша көзбен қарап, оң өзгерістерге жол ашады. Егер жаңа мақсаттарыңыз пайда болса, бар мүмкіндіктерді дұрыс қолдана біліп, сол мақсатқа жету үшін дұрыс шешім қабылдау керектігін ұмытпаңыз. Кешкі уақытта сіз күтпеген кездесулер орын алуы мүмкін, сондықтан да соған дайын болғайсыз. Су құйғыш. Жақындарыңызбен бірге дем алып, уақытты жақсы өткізу үшін қолайлы күн. Шаруаларыңыз мұқияттылықты қажет етеді. Оларды сәтті аяқтау үшін барынша күш салуға тура келеді. Егер жауапты шаруаларға кіріскен болсаңыз, ойыңызды басқа дүниелерге бөлмей, істі соңына дейін жеткізгеніңізге толық көз жеткізіңіз. Ең бастысы, жұмыстағы шаруаларды жеке өміріңізге араластырушы болмаңыз. Балықтар. Іскерлік жұмыстарыңыз сәтті шешімін тауып, серіктестеріңіздің алдында беделіңіз арта түседі. Көптеген балықтар әріптестері мен серіктестеріне жақсы әсер қалдырып, өзінің мықты маман екенін дәлелдейді. Сіздің бұл сәттілігіңіздің құпиясы бойыңыздағы сенімділікпен қатар жинаған тәжірибеңізді дұрыс қолдана білуде. Әлбетте, интуицияңызда көп көмегін тигізеді. Ал ақша жағына келер болсақ, ақшаны оңды-солды шашып, ақшаның басына су құйып жіберуден аулақ болыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.